Жаңғыт шешен 1873 жылы қажылығын жасап, қасиетті мекенде жан тапсырады. Сол жерде жерленеді. Бір шама уақыт өткеннен кейін Құнанбай атамыз қажылық жасауға Меккеге барып, өзінің досының қабірін зиярат етеді. Сол кезде топырағының үстінде отырып айтады екен: «Ей жәкем, досым, сен кезінде айтушы едің, сен менен қарағанда абзалырақсың. Бірақ шынында сен менен абзалырақ болып шықтың ғой. Өйткені сен мына қасиетті топырақта жерлендің. Мен болсам, ана боқ дүниеге қайтадан қайтып бара жатырмын» деген екен. Мінекей, ата-бабаларымыз қажылыққа қандай мән берген, қажылықты қалай құрметтеген, ат терлетіп барып, ат терлетіп қайтып еліне қызмет жасап, өмірлерін өткізген. Бұл да болса Құнанбай атамыздың мұсылманшылығын көрсетеді. Бұл да болса қажылықтың абыройын,